Қарғыс атқырыңгөр. Афидель, қобдишаға дейін әлі қанша жүреміз? Біліп қой, шыдамның да шегі бар. Біз діттеген жерге келіп қалдық. Қарғыс атқырдастар-ай. Солай шығар деп ойлайым. Әйтпесе көресің. Қобдишаны Локиден бұрын тапсақ екен. Ал егер олар алдымен тауып алса ше? Мына үңгірде жер асты жолы көп пе? Білмейміз. Бұл жаққа кеткендерден аман қайтқан ешкім жоқ. Түсінікті. Әрі қорқынышты екен. Мен де қорқып келем. Жүрген жолымызға белгі салып жүрсе қайтеді. Бір белгі салып кетейік. Сөзді доғарып тыныш жүріңдер. Іздеп келген қобдишаларың осында. Мынау көлік қуат қобдишасы ма? Сонда ешбір күзеттің болмағаны ма? Жоқ, оны қазір Йораркпен қорғап жатыр. Сонда ол Йораркянның қайда жүр? Көрінбейді ғой? Ол әдеттегідей өз орнында ғой. Біздің аяғымыздың астында. Әдеттегінше шақырусыз келген қонақтар жақтырмай жатыр. Эльфландия екіге бөлінейін деп жатыр ма? Ей, бізге ескертпей табанымыздың астындағы тастарды қозғалтып жатыр ғой. Бұл жер астынан шыққан қауіп, оянып кеткен Йораркянның асатаяғынан шыққан қан бұл. Йораркен бе? Бір түрлі еследі екен. Бұл не сонда? Йораркен бағза заманның өңгірді мекен ететін қобы жоқ. Келі эльфтерге тиіспегенімен келімсектерден көне құш қуат қобдишасын жанын салып қорғайды. Демек Локи оған жеткен екен ғой. Алға! Тарт қолыңды, қобыжық! Ол аяушылықпен шаршау дегенді білмейді екен. Және өте дөрекі екен.